поварлар айтпайтын секретімен бөлісетін боламын. Парақшам пайдалы. Жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды шағып аламыз. Дайындап қойған сырымызды да үстінен салып, иленген ұнымызды да сап аламыз. Майонезімізді де үстіне саламыз. Сонымен миксерге араластырып, 1-2 минут араластырсаңыз болды. Қара бұрышымызды дәміне қарап, өздеріңіздің қалауларыңызға қарап тозымызды саламыз. Тағы да миксерлейміз. 2-3 минут миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болғаннан кейін әсел пешкінің табасына пакнардың қағазын қойып, бір келкі қылып тегістейтін боламыз. Оға дейін паршымызды, пиязымызды, дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып, вилканың көмегімен араластырып аламыз. Бір келкі масса болғанша. Жұмыртқамызды жарып араластырып аламыз. Сырымыздың, рулетіміздің сырты суығаннан кейін пакнардан алып, фольгаға салып, теріс қаратып. Сонымен паршымызды салатын боламыз. Бір келкі қылып жаямыз. Жайып болған шанышқаның көмегімен қолдандым. Сонымен нығыздау қылып орайтын боламыз. Нығыз қылып ораңыздар. Нығыздап орап болғаннан кейін видеодағыдай қылып фольгаға орайтын боламыз. Фольгаға орап, 2 жағын қысып байлап, жауып, қызып тұрған пешкімізде қыздырып, пісіріп аламыз. Әңгілде айтқандай, поварлар айтпайтын секрет деймін ғой. Сол, міне, көрдіңіздер ме? Мен 2 бөлдім. 2 бөліп істесеңіздер де болады, 1 бөліп істесеңіздер де болады. Мен 2 бөлдімді, сөйтіп тағы да сәл рулетімізді суытып, қайтадан тағы пешкеге салып, осылай 15 минут қойып, пешкеге осылай пісіріп алдым. Ас болсын. Өзім сатып алған дайын рецептермен бөлісетін боламын. Парақшам пайдалы. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Тіркелсеңіз рахмет.